Құрметті тыңдарман, біз бүгіннен бастап қазақ даласында Мұхаммед пайғамбарға арналған қисса дастандар мен әңгімелерден сыр шертетін боламыз. Нұрдың бастауы. Әу баста мекенсіз, мысалсыз, барлығымен бірлігіне ой жетпейтін ұлы Алла Бисмиллахи-рахмани-рахим деді. Ол сөз сол заматта бір тамшы нұрға айналды. Жарық нұр жарқырап шыққан бойда ұлық Аллаға құйқылжытып, зікір айтып, қараңғы кеңістікке сәуле шаша бастады. Ұлық Алла ерекше махаббатпен ол нұрға Мұхаммед деп есім берді. Оның есімі Алланы өте көп ұлықтаушы деген мағынаны білдіретін. Осылайша ең бірінші Мұхаммедтің нұры пайда болды. Ол нұр Құдайдың құдіретімен тауыс құстың бейнесіне енді. Ұлық Алла: «Ей менің аяулы нұрым, сен менің мейір махаббатымнан жаралдың. Сондықтан да сен мәңгі бақи мейірім шапағаттың сөнбес жарығына айналасың», деді. Осыдан соң нұрдың шұғыласынан ақылды жаратты да: «Ей ақыл, сен менің қолдарыма берген ең ұлы нығметім боласың. Менің шексіз жомарттығымның айқын дәлелі сенсің. Себебі құлдарым дүниенің жасырын сырларын сенің нұрыңмен таниды. Сенің себебіңнен мен әлемдерге рақым нұрын жіберемін. Сенің тынысың рухани ілім болмақ. Көзіңе ұятты ұялаттым. Тіліңе ақиқатты дарыттым. Құлағыңа хикметті сіңірдім. Жүрегіңе шапағатты қондырдым. Ерік қалауыңа рақымды қосақтадым. Басыңа парасатты қойдым. Өзіңе сабырды серік еттім. Есіңде болсын, сабырсыз құлға сау ақыл нәсіп болмайды», деді. Сосын Мұхаммедтің нұрының бір ұшқынынан сабырды жаратты да ақылмен қауыштырды. Сабыр да жаралған сәттен бастап ұлық Аллаға мақтаумен мадақ айтып, тілін кәлимаға келтірді. Ұлық Алла екеуіне махаббат назарын төгіп: «Мен енді екеуіңе иман мен таухидті нәсіп еттім. Құлдарым менің бірлігімді екеуің арқылы таниды. Ақылды ерден иман қашып құтылмайды», деді. Сол кезде ақылдың көңілі тасып, Алланың ең кемел жаратқан сүйіктісі мен екенмін деп ойлады. Ұлық Алла: «Ей ақыл, көңілің тасымасын. Сен бірінші жоғары жаққа назар сал», деді. Ақыл қарап еді, төбесінде толған айдай жарқырап тұрған асыл нұрды көрді. Ол жарыққа қарап: «Сен кімсің?» деді тамсанып. Нұр: «Ей ақыл, сен менің шұғыламсың. Ұлық Алла сені өзінің құлдарына менен нығмет етіп жаратты. Сенің мәртебең менімен ғана өседі», деді. Ақыл: «Сенің атың кім?» деді. «Менің атым Мұхаммед. Ұлық Алла мені өзінің мейірім махаббатынан жаратты. Енді күллі әлем менің нұрымнан өсіп-өніп жан жаққа таралмақшы», деді. Сонан соң ұлық Алла ғайыптан тағы да 12 дария жаратты. Оның біріншісі әділет дариясы, екіншісі ынсап дариясы, үшіншісі бауырмалдық дариясы, төртіншісі мейірім дариясы, бесіншісі бекзаттық дариясы, алтыншысы сұлулық дариясы, жетіншісі имандылық дариясы, сегізінші өнер дариясы, тоғызыншы білім дариясы, оныншы ұждан дариясы, 11-ші ізгілік дариясы, 12-ші шапағат дариясы еді. Пайғамбардың нұрын әр дарияға 1000 жылдан малындырып шомылдырды. Нұр дарияның ішінде тұрғанда әр демінде «Ля иляха иллалла» деп зікір айтып тұрды. Сөйтіп, нұрды кемел дәрежеден ең кемел сатыға тағы да көтерді. Дариядағы барлық ізгілік пен парасат нұрға сіңіп толысты. Ол дариядан шыққан соң Құдай тағала 4 бұтақты бәйтерек жаратып, тауысты теректің үстіне салтанатпен қондырады. Оның басына ләулік тәжін кигізді. Сол кезде нұр ұлық Аллаға тағзым етіп 5 рет сәждеге бас қойды. Кейін бұл ишара
5 уақыт намаздың негізіне айналды. Толықсып тұрған нұрдан тіршіліктің барлық мүшелері жеке-дара бөлініп шыға бастады. Алдымен Тауыстың денесінен 124 мың тамшы үзіліп түсті. Олар сол мезетте 124 мың пайғамбардың рухына айналып шыға келді.